Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай сәнді астармен тігілетін тюрбан тігіп үйренеміз. Кез келген матадан тіге беруге болады. Мен королевский велюр матасынан тіктім. Ұзындығы 60 см, енін 40 см етіп астарымен бірдей етіп қиып аламыз. Сосын екі матамызды да бірдей етіп екіге бүктейміз. Бүктелген жерін тігін машинкасымен тігіп шығамыз. Егер сізде тігін машинкасы болмаса, қолмен көктеп тіксеңіз де болады. Астарына тігілетін матаны да дәл солай екіге бүктеп тігіп шығамыз. Мінекей екі матамызды да тігіп шықтық. Енді тігілген жерден қарама қарсы бүктелген жеріне белгі қоямыз. Қайшымен немесе бормен, карандашпен белгі қойсаңыз болады. Енді екі матамызды да ортасын ашып, оң жақтарын бір-біріне қаратып, тігістерін бір-бірінің үстіне түсіріп, бірдей етіп, тігін машинкасымен айналдырып тігіп шығамыз. Жаңағы қайшымен белгі қойған жеріміз екеуі бір-біріне сәйкес келіп тұру керек. Мінекей тігіп алдық. Екі матаны бір-біріне қосқан кезде осылай болу керек. Оң жағына қаратып тексеріп аламыз. Қайтадан теріс жағына қарай аударамыз. Енді астарын үстіне қарата екіге бүктейміз. Бүктелген жерін тігіс түскен жағынан бастап төменге қарай тігіп шығамыз. Соңына қарай 10 см қалған кезде астарын тікпей, тек астыңғы матаны ғана тігіп шығамыз.
10 сантиметр қалған кезде инемізді көтермейміз, тек лапканы ғана көтеріп, астарға тігетін матаны тікпей, астыңғы матаны тігіп кетеміз ары қарай. Мінекей осылай тігілмей қалады кішкене жері. Енді осы тігілмей қалған жерден қалған бүкіл матаның бәрін аударып аламыз, оң қаратып аламыз. Ұштарын жақсылап шығарып аламыз. Енді жаңағы тігілмей қалған жерін машинкамен матаны ішке қарай қайырып тігіп шығамыз. Мінекей тіктік. Енді артық жіптерді қиып тастаймыз. Тюрбанымызды оң қаратамыз. Енді тюрбанымыздың артқы тігісінен бастап жоғарғы ұш жағынан ине жіппен төменге қарай іліп тігіп шығамыз. Қатты майда да емес, ірі де емес, орташа етіп тура тігістің үстінен төменге қарай тігіп шығамыз. Тігіп шыққан соң жібімізді тартып бекітеміз. Енді алдыңғы жағында дәл солай етіп, үшкір жағынан ине жіппен төменге қарай майдалау етіп тігіп шығамыз. Қисайып кетпес үшін сызып алсаңыздар да болады. Енді жібімізді қаттырақ тартып бекітеміз. Мінекей достар, біздің тюрбанымыз дайын болды. Өте сәнді, әдемі, астарымен тігілген, тігістері өте аккуратно шыққан. Кез келген жерге
брошка тағып, алдына брошка тағып киіміңізге үйлестіріп киіп барсаңыздар да болады. Менің видеом сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.